Қазір біз сіздермен Windows операциялық системаның разрядный системный операциясын анықтаймыз. Яғни қысқа тілмен ғана айтқан кезде бит өздеріңіз білесіздер, ол сапаға байланысты, экранның сапасына байланысты өлшенетін өлшем бірлігі деп айтсақ болады. 64 биттік дегеніміз өте сапалы, графикасы мықты компьютер емес, жалпы операциялық жүйе. Ал 32 бит дегеніміз сапасы кішкене 64-тен нашарлау және де арнайы төмен сапасы жағынан да, бағасы жағынан да төмен ноутбуктерге арналған программа. Сонымен Windows операциялық жүйесінің 32 немесе 64 биттігін қалай анықтауға болады? Және де тек қана 32-64 биттікті ғана емес, және сізде қандай Windows операциялық жүйесі тұрған анықтауды көрсетемін. Яғни ол 7 болуы мүмкін, 8 болуы мүмкін, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 және де қазіргі ең соңғы операциялық жүйе ол Windows 10, айта кетейік. Сонымен анықтау үшін біз этот компьютер не болмаса мой компьютерге, этот компьютер деп аталады, мой компьютер деп аталады, компьютер деп аталады. Осыған стрелканы әкеліп тышқаныңызбен оң жақ батырманы басып свойствоны шығарамыз. Свойствоға тағы да мышканы әкеліп курсорды сол жақты басып кіреміз. Сол кезде мінекей мынандай кішкене ғана Windows-тың жаңағы компьютердің операциялық системасына характеристика берілген терезе ашылады. Бұл жерде мінекей көздеріңіз көріп тұрғанда ең үлкен әріппен Windows 10 деп тұр. Және де нақты ақпарат мінекей выпуск Windows 10 домашняя версия деп тұр для одного языка. Корпорация Microsoft. Ары қарай кішігірім характеристика системы процессор және де установленная память. Содан кейін мінекей тип системы 64 разрядная операционная система, яғни менікі 64 биттік болып есептеледі. Сізде де өзіңіздің компьютеріңізді тура осылай бірге бір қайталап көріп, нешінші Windows 7 ма, 8 ба, 8.1 ма, 10 ба, және де неше биттік екенін анықтай аласыздар. Осыны анықтау арқылы сіз интернеттен поискке программаны іздеген кезде, егер сізде 32 биттік болса, сіз міндетті түрде 32 бит деп жазуыңыз керек. Ол Camtasia болсын, OBS болсын, Microsoft Office болсын, 32 биттік деп іздейсіздер. Себебі 32 биттікке 64 биттік программалар келмейді. Сол баяғы Camtasia, OBS, Microsoft Office болсын, егер ол 64 битке арналған болса, демек ол тек қана 64 биттікке ғана орнатылады. Сізге өкінішке орай орнатылмайды. Ал бірақ та 64 биттікке 32 биттік кейбір бағдарламалар орнатылады.